Армысыздар. Менің аты жөнім Самат Нәбиев. Осы жас ұлан оқушылар үйінде актер шеберлігінен сабақ беріп, бүгінгі тақырыбымыз біздікі сахна тілі бойынша өтетін болады. Ең бірінші актерға керегі ол тілдің тазалығы, әр жоғалмауы. Біздің айтқан әр сөзіміз ар жақта отырған көрерменге нақты жетсе, онда біздің мақсатымыздың айқындалғаны. Енді бұл үшін не істеуіміз керек? Біз жаттығу жасауымыз керек осы аппаратымызға, тілімізге, жалпы мына жағымыздың ашылуына сол тақырыпта жаттығу жасап бастайық. Біріншіден, тіл деп айттық, тілдің тазалығы. Тілімізге массаж жасаймыз, ол үшін тілді екі жаққа укол салғандай, ине сұққандай қылып, екі жаққа тілімізді лақтырамыз, тіліміздің ұшын. Өз жағымыз ауыра бастайды. Осы ауырған кезде тілімізді бір бағытқа 5 рет, екінші бағытқа 5 рет айналдырамыз. Мына жақтарымыз барлығы жағымыз осы кезде ауырып бастайды. Ол ауырғандығы ол жақсы. Ауырмаса ол ештеме шықпайды. Енді ары қарай мына жағымыз ауырғаннан кейін енді жағымызды ашамыз, аузымызға дәу сағыз салып алғандай шайнаймыз. Мінекей, енді ары қарай жаңағы тілімізге қайтадан көшеміз, тілімізді барынша алдыға шығарамыз, қайырып артқа кіргіземіз. Мінекей осындай жаттығулар тілімізге байланысты. Енді ақырын бетімізді таңертең ұйқыдан тұрған кезде адамда дене бітіміміздің бәрі ұйықтап тұрады. Соны ақырын оятуымыз керек. Енді ояту үшін бірінші ақырындап қозғаймыз. Түрткілеп оятамыз. Бұл жерде енді екі бөлікке бөлуге болады. Бірінші головной резонатор дейді, грудной резонаторға түсетін боламыз. Бізде қазір жасап жатқанымыз головной резонатор, басымызға жібереміз. Басымызда вибрация болу керек жаңағындай. Жасалған кезде ақырын грудной резонаторға қарай түсе береміз. Енді ақырын көкірегімізге келген кезде енді грудной резонаторымызды оятамыз. Енді ары қарай жаттығуымыз бұл тіліміздің таза болуына, әр әрпіміздің жоғалмауына, іштегі демімізді теңдей бөліп шығаруға арналады. Ол үшін дыханиемен жұмыс жасауымыз керек. Жаттығу бірінші аяғымыз, сол аяғымызды алдыға қоямыз, оң аяғымызды артқа қоямыз. Ауаны ішке аламыз да, қысып қаламыз шығарған кезде. Мысалға міне былайынан. Бұл мұрынның ашылуына да, жақсы жұмыс жасауына септігін тигізеді. Келесі оң аяқты алдыға қоямыз да, жаңағы жаттығуымызды тағы да қайталаймыз.
мінекей мұрным ашып бастады менің. Ол ашығандығы жақсы. Жұмыс істегенде де бір жеріміз ауыратын болса, ертесі күні көптен бері жұмыс істемей, бір күн жұмыс істейтін болсақ, дененің бітіміміздің бәрі ауырып қалады. Ол ауырғандығы жақсы. Ол дененің шынығуына, шымыр болуына алып келеді. Бұл жаттығуларымыз да сондай, әрбір резонаторымызға, осы дауыстың жақсы шығуына әсер ететін жаттығулар. Енді тағы да айтатын болсақ, ары қарай жаттығуымызды, бұл кейбір балалар болады бізде демалған кезде, әншілерге де байланысты, ол демалған кезде иыққа демалады олар деп бастайды. Мен туған жер деп бір өлең айтатын болса, сөз сөйлейтін болса, бірінші иығын көтеріп, иығына демалды. Иыққа демін алған дұрыс емес. Демді бірінші ішке, диафрагма дейді, ішке алу керек. Жаңағы алдыңғы жасаған жаттығуымыз осы диафрагмаға арналған жаттығу. Сіздерге мыңдап рахмет.